Ассаламу алейкум достар. Біліп жүр арнасына қош келдіңіздер. Бүгін біз хабарымызда гаубицалық артиллерия жөнінде, оның ішінде М777 ағылшындық зеңбірекке қысқаша тоқталатын боламыз. Достар, осы каналға жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруларыңызды сұраймыз. Осы каналға жазылып, лайк басып, комментарий қалдырған адамға Аллах тағала берекет берсін. Ендеше кеттік. М777 гаубицасын ағылшынның Baya Systems қорғаныс компаниясының мамандары жасаған. Бұл гаубица ескірген М198-ді ауыстыруға арналған. Сонымен қатар, бұл жаңа өнім жақсартылған сипаттамасымен ең басты салмағы аз болды. Бұл М198 гаубицасынан 2 есе жеңіл. Біріншінің салмағы 7154 кг болды. Ал М777-ның салмағы бар жоғы 4218 кг. Бұл зеңбіректерді негізінен Америка Құрама Штаттарының армиясы пайдаланады. Жалпы алғанда Америка Құрама Штаттарының қарулы күштері 1100 гаубицаны жеткізуге тапсырыс берген. Теңіз корпусына 580, армия мен ұлттық гвардияға 421 данасын. Қазіргі уақытта барлық жасалған М777 гаубицасының 70% Америкада шыққан. Ал американдық тапсырыстың жалпы құны $2 миллиард асуы мүмкін. Айта кету керек, М777 далалық гаубицасы өндірісте титан және алюминий қорытындылары кеңінен қолданылатын алғашқы артиллериялық жүйе болды. Осының арқасында 155 мм калибрлі басқа ұқсас артиллериялық жүйелермен салыстырғанда бұл зеңбіректің массасы өте жеңіл. Мысалы, бұрынғы кеңестік 152 мм М100Б гаубицасының салмағы 7 тоннадан асады. М777 жеңіл дала гаубицасы американдық теңіз корпусының артиллериялық жүйелерін алмастырып, олардың негізгі атыс құралы болуы керек. ақш әскери күштері бұл жүйені жеңіл бронды кавалериялық полктер мен жеңіл бөлімдерін жалпы қолдау құралы ретінде қарастырады. Онда олар М198 гаубицасын ауыстыру керек. Қазіргі уақытта бұл дала гаубицасының 37 данасы Канада қарулы күштерінің сапында, 35 данасы Австралия қарулы күштерінің сапында және Таиланд мемлекеті 15 гаубицаға тапсырыс берген. Сондай-ақ Үндістанмен келіссөз жүргізіліп жатыр. Үндістан 145 данасын алғысы келеді, бірақ 2010 жылдан бастап келіссөз жүргізіліп жатыр, еш нәтиже жоқ. Тараптар оның шарттарына келісе алмай жатыр екен. Британдық Baya Systems компаниясы Үндістан үкіметіне М777 гаубицасын Үндістанда шығару туралы ұсыныс жасады. Қазіргі уақытта олар ақш-та жиналып жатыр. Бұл ұсыныс Үндістан қорғаныс министрлігі 145 гаубицаны сатып алу туралы жариялаған тендер аясында жасалды. Ағылшын тарапының айтуынша, М777 далалық гаубицасының шығарылымын Үндістанға ауыстыру мүмкіндігі Америка үкіметімен толық келісілген. Бұл зеңбіректің ату қашықтығы қарапайым снарядтармен 24,7 шақырым, ал арнайы снарядтармен 30 шақырымға шейін атады екен. Ату жылдамдығы минутына 5 рет атады екен. Атыс орнына орналастыру 3 минут уақыт алады екен. Қайта жинау 2 минут уақыт кетеді екен. Стволды көтеру биіктігі плюс 1275 мм, түсіру минус 43 мм екен. Бұл сүйретпелі зеңбіректі тегіс жолда 88 шақырым сағатқа шейін жылдамдықпен сүйреуге болады. Және тегіс емес жолда 24 шақырым сағатына дейін жылдамдықпен сүйреуге болады. Және бұл зеңбіректі мынандай сүйретпелі тягачтармен тасуға болады. ТВ, ФМ, ТВ, М800 және М900 5 тонналық жүк көліктері, сондай-ақ кез келген 2,5 тонналық жүк машиналарымен тасымалдауға болады. Сондай-ақ ұшақтармен Си-130, Си-141, Си-17, Си-5 ұшақтарымен де тасымалдауға болады. Және тікұшақтардан Чинук 53E және Чинук 47D және МВ-22 тікұшақтарымен де тасымалдауға болады бұл зеңбіректі.